Ал саламатсыңдар ма балалар? Біз сендермен жылдам оқыту курсын басталғалы жатырмыз. Қазір ең бірінші танысу жаттығуын бастайық. Танысу жаттығуында мысалы былай танысамыз. Менің атым Айымгүл апай. Мен Айым деп еркелетіп айтқан соң, мені Айым деп айтқан. Ал келесі сізге берейін. Менің атым Амир. Мен Патша деген мағынаны білдіреді. Тамаша, келесі бере ғой, көршіңе бере ғой. Менің атым Сабыртай. Нені білдіреді екен? Сабырлықты білдіреді екен. Тамаша, бұрла ғой, бұрыл, бере ғой балаға. Менің атым Ибрахим. Қандай мағына білдіреді екен? Пайғамбар Алланың белгіледі. атын белгілеген қойған екен. Менің атым Ясмин. Неге Ясмин себебі? Ясмин неге ұқсайды екен? Жасмин деген гүлге ұқсайды екен. Тамаша. Келесі ала ғой. Менің атым Асылхан. Қандай мағынаны білдіреді екен? Қандай мағынаны? Асыл, яғни қымбат деген мағынаны білдіреді. Тамаша, келесі балаға бере ғой. Менің неге ұлдана деп қойған екен? Себебі ұл тусын деп деген мағынада қойған екен. Келесі бере ғой. Менің атым Сайран. Мен Сайранда жүрем. Тамаша. Келесі. Менің атым Назира. Қандай мағынаны білдіреді? Нәзіктік дегенді білдіреді. Тамаша. Бүгін міне бірінші жаттығуды орындадық.